Жамбыл облысы Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық автожолының бойында орналасқан өңір. Ел мен елдің, қала мен қаланың арасын жалғап тұрған жол бойында қозғалыс көп. Бұл жол жолаушылар үшін сапалы әрі ыңғайлы етіп салынған. Әрі тегіс, әрі қауіпсіз жолдың бойымен күн сайын қисапсыз көлік ағылуда. Десе де Әулие-Ата өңірінің аумағында соңғы кезде жол апаты жиілеп кетті. Тіпті республика көлемінде жол апаты көрсеткішінен 3-ші орынға табан тіреген. Апта сайын ел жайсыз жағдайға куә болуда. Зерттеу бойынша қайғылы оқиғалар көбінесе көлік жүргізушілерінің жылдамдықты арттыру салдарынан болады екен. Одан бөлек қауіпті бұрылыстарда жол белгілерінің болмауы оқыс оқиғаның орын алуына бір себеп. Сондай-ақ халықаралық тас жолдың облыс аумағындағы бірқатар тұстары тозған. Бұл туралы әкімшілік полиция басқармасының бастығы айтты. Батыс Еуропа, Батыс Қытай автомобильді жолдарының 560 километрде шақырымда және облыстық маңызы бар Тараз, Сарыкемер, Түймекент, Ақшолақ автомобильдік жол 1-ші шақырымда ағымдағы жылдан бастап автоураган аппараттық бағдарлама кешені пайдалануға берілді. Соның арқасында аталған аумақтарда бірде-бір жол көлік тіркелмеді. Ал осыған ұқсас жұмыстар үшін өткен жылдың кезінде 5 жол көлік оқиғасы тіркелген. Ол жол көлік оқиғасынан 1 адам қаза тауып, 15 азамат жарақат алған. Қазіргі мына біз Нұрлыкент ауылының қасында қойылған 560 шақырым бойынша қазіргі таңда 1 наурыз күнінен бастап 31 маусымға күніне дейін 371 миллион 679 мың теңге айыппұл салынды. Жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында жыл басынан бері облыс аумағында полиция қызметкерлері көлік құралының масаң күйде басқарған 396 жүргізушіні ұстаған. Аталған жүргізушілер 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынып, 7 жылға көлік құралын басқару құқығынан айыру түрінде жауапкершілікке тартылған. Мағжан Орынбасар, Ислам Құдиярбек, Ерболат Жақаш, 77 News.